Барлықтарыңызға сәлем. Сіздердің сүйікті тақырыптарыңыз аффирмация, жақсы ой ойлау туралы айтпақпын. Луиза Хейдің кезекті тамаша туындысы «Жүрек түкпіріндегі ойлар» кітабы. Ағылшын тілінен аударған Гүлжахан Жолдасбаева, мазмұндама баспасынан. Кітапта ашу, ыза мен өкпе реніштен арылу, өзіңді аялап, риясыз жақсы көру, өзгелермен тіл табысу, жұмыста табысты болу сынды көпшілікті толғандырған мәселелер жан-жақты қарастырылған. Бұл еңбек жанына дәру, бойына қуат іздеген жандарға рухани азық болары сөзсіз. Кіріспе. Біз өзімізді құрбан сезінгенде айналамыздан оқшауланып, жалғыз қалуға бейім тұрамыз. Жанымыз күйіп, бойымызды үрей билегенде қолынан келгенін аянып қалмай, бізге қолдау көрсететін жанашыр адам іздейміз. Бұдан былай өзімізді құрбан санамай, бетпе-бет келген түрлі қиындықтарды еңсеріп, мықты тұлға ретінде өмірімізді өз қолымызға алуды үйренеміз. Біз ішкі менімізбен байланыс орнатқан кезде өміріміз жақсара түседі. Біреуге кіріптар болмай, бойымызда бар зор мүмкіндіктерді пайдалануға болатынын білу қандай ғанибет. Бұл бізге еркіндік беретін таңғажайып сезім. Мен сіздерді жақсы көремін. Луиза Хей. Сауығу жолындағы саналы қадам. Аффирмация жол көрсетер темір қазық. Ол бағыт-бағдар сілтеп, өміріңіздің жақсаруына септігін тигізеді. Өмірімізді жақсарту үшін аффирмация айтқанда оған сенбей, іштей өзімізді лайық емеспін деп санасақ, ол ешқандай нәтиже бермейді. Тек сөз жүзінде қалады. Содан салымыз суға кетіп, аффирмацияның түк пайдасы жоқ деп қолымызды бір сілтейміз. Шындығында мұндай пікірдің аффирмацияға еш қатысы жоқ. Себебі жақсылыққа лайық екенімізге өзге түгіл өзіміз сенбей тұрмыз. Аффирмацияны шын жүректен айтып, өзімізге сенуіміз өте маңызды. Сөздің құдіреті ішкі сенімімізді нығайтып, өміріміздің жақсаруына ықпал етеді. Аффирмациялар түп санаңызға азық болып, ойыңызға тың серпін береді. Аффирмацияны айнаның алдында тұрып айтсаңыз, қолыңызда әрдайым қағаз бен қарындаш болсын. Бұл басыңызға келетін жағымсыз ойларды түртіп алу үшін керек. Оларды бірден ой елегінен өткізудің қажеті жоқ. Жазғаныңыздың бәрін кейінірек қарап шығасыз. Егер тізіміңізде теріс жауаптар болса, қалағаныңызға неліктен қол жеткізе алмай жүргеніңізді түсіне бастайсыз. Егер сол теріс жауабыңызды қабыл алмасаңыз, оларды өзгерту қиын болады. Біз не нәрсеге сенетінімізді, өмірлік көзқарасымызды саралап түсіне білуіміз керек. Сонда өзімізге пайдасы жоқ нәрселерге көзқарасымызды өзгерте аламыз. Мен алаңсыз өмір сүремін. Маған қажеттінің бәрі қолжетімді. Жаныма керектің бәрі дер кезінде алдымнан шығады. Өмір қуаныш пен махаббатқа толы. Менің әр бастамам оңынан болады, өйткені сәттілік серігім. Жарқын өзгерістерге дайынмын. Менің әлемім жақсылыққа толы. Осы ұстанымдарды ойыңыздан шығармай күн сайын қайталап отырсаңыз, өміріңіз жақсара түсері анық. Өмірді күрделендірудің қажеті жоқ, ол қарапайым. Біздің өмір жолымыз өзімізге тән ойлау тәсілімізге қарай қалыптасады. Өзімізге және өмірге деген көзқарасымыз қандай болса, сол шындыққа айналады. Дәл қазір не туралы ойлап отырсыз, соған назар аударыңыз. Сол ойдың жарқын болашаққа негіз болғанын қалайсыз ба? Онда үнемі жақсы ойда болыңыз. Өзіңіз туралы жақсы ойлауға ерік бермей бас тартқан кезіңіз болды ма? Дәл сол сияқты жағымсыз ойдан да бас тартуға болады. Әдетте адамдар осы ой шырмауынан арыла алмай-ақ қойдым деп жатады. Егер шын ниетпен қаласаңыз, арылуға болады. Өміріңізге өзгеріс енгізбек болғанда басыңызға келген жағымсыз оймен арпалыспаңыз. Мен үшін әбігерге түскеніңе рахмет, бірақ бұдан былай сенің дегенің бола қоймас, себебі мен ойымды өзгертпекпін деп айтыңыз. Ой арпалысына түспей, оны ризашылықпен қабылдаңыз да ілгері жылжи беріңіз. Нақ осы сәттегі ең маңыздысы сіздің ойыңыз бен айтар сөзіңіз. Жақсы сөз жарым ырыс дегендей, олар сіздің болашағыңызды қалыптастырып, ертеңгі күніңізге, келер аптаға, айлар мен жылдарға негіз болады. Кейде маңдайымыз тасқа тиіп, тауымыз шағылғанда ішкі даусымыз бақытты болуға хақым жоқ, мен жүрген бір бейбақпын дейді. Өмірде көп жақсылық жасасақ та, ішкі даусымызды өзгерте алмасақ, онда біз өз бақытымызға балта шапқанымыз. Егер жақсыға лайық екенімізге өзіміз сенбесек, онда ішкі тірегімізден айырылғанымыз. Кейде өз жанымызға өзіміз жара салып, уайым қайғыға душар болып жатамыз. Сондықтан өзімізді өмірдегі бар жақсыға лайықпыз деп сенейік.
Өз ойыңызды саралап көріңіз. Теріс ойыңыз болса, өзгертіңіз. Сіз бар жақсыға лайықсыз. Кейбіреу өзін жақсыға лайық көрмейді. Егер сіз де сондай ойда болсаңыз, мен қалағаныма қиындықсыз қол жеткіземін, оған лайықпын деген аффирмацияны жиі айтыңыз. Шектеулерден шығуға дайын екеніңізді мәлімдеңіз. Айнаға қарап тұрып, мен бар жақсыға лайықпын, өркендеп дамуға, қуаныш пен махаббатқа әбден лайық жанмын деңіз. Құшағыңызды жайып, бар әлемге құшағымды ашамын, мен ғажаппын, мен бар жақсыға лайықпын деп қайталап айта беріңіз. Аффирмация айту, арман тілектер тізімі, визуализация жасау және күнделік жазу мейрамханаға барумен пара-пар. Әдетте даяшы тапсырысыңызды қабылдап алып, оны аспазға береді. Сіз жайбарақат отырып, тапсырысыңызды күтесіз. Себебі асыңызды даярлап жатқанына сенімдісіз. Әлі дайын емес пе? Олар онда не істеп жатыр? Қалай әзірлейді екен деп тыпыршып, даяшының мазасын ала бермейсіз ғой. Тапсырыс берген соң әйтеуір асыңызды алдыңызға әкеліп беретінін білесіз. Ғаламның ғарыш асханасында да дәл осындай жағдай болады. Сіз тапсырыс бересіз және асыңыз дайын болғанда алдыңызға әкеліп қоятынына сенімдісіз. Демек, қалаған нәрсеңіздің орындалуына ешқандай күмән болмау қажет. Маған болмайды, бұған лайық емеспін деген таптаурын ойда болсаңыз, мен бұл көзқарастан арыламын, бұдан былай оған сенбеймін, ойымды өзгертемін деңіз. Қарсыласпаңыз, әлбетте бұл оңай емес, тек ойыңызды өзгертсеңіз болғаны. Сіз өмірдің рақатын көріп, молшылығына кенелу үшін жаралдыңыз. Бұған сіздің туабітті құқыңыз бар. Мен өмірдің бар игілігіне лайықпын деп жиі айтыңыз. Сонда сөзіңіз шындыққа айналып, өміріңізде жақсылық көп болады. Біз алдымен өзімізді риясыз жақсы көруді үйренуіміз керек. Сонда ғана басқа адамдардың сүйіспеншілігіне бөленіп, ешкімге зиянымыз тимейді. Осылайша басқалар туралы теріс пікірлер мен қасаң көзқарастардан арыламыз. Әр адам өзінше сұлу, болмысы дара тұлға екенін түсінген кезде әлемде үйлесім орнайды. Санаңыздан және өміріңізден жағымсыз ойларды өшіруге тырысыңыз. Бұдан былай жағымсыз пікірлер мен әңгімелерді тыңдамай, одан аулақ жүріңіз. Бүгін сізге ешкім зиян тигізе алмайды, өйткені ондайға сенбейсіз. Қаншалықты қисынды көрінсе де, деструктивті эмоцияларға берілмейсіз. Сіз ашуыңызды келтіретін немесе қорқыныш тудыратын барлық сезімнен биіксіз. Жағымсыз ойлардың жетегіне еріп кетпейсіз. Өзіңізді кінәлі сезінгенмен өткенді өзгерте алмайсыз. Сондықтан өмірде нені қаласаңыз, соны ғана ойлап, сол туралы айтыңыз. Бәрі де қолыңыздан келеді. Себебі сіз құдіретті күшпен бір тұтасыз. Әлем тамаша. Жан дүниемде не болып жатқанын білемін. Дүниеде өзіңізді бақытты сезіну үшін не істеуіңіз керек? Егер сіз тұлғалық қасиеттеріңізді дамыту мақсатында өзіңізбен көп жұмыс істесеңіз, онда мына қағидатты жете түсінген боларсыз. Әлемге не берсеңіз, сол өзіңізге қайтып оралады. Демек, ғалам ойлаған ойыңыз бен айтқан сөзіңізге қарай әрекет етеді. Олай болса, өзіңізді айыптамай, сынап мінемей, жай ғана бақылаңыз. Бұл сіздің алдыңыздағы ең үлкен кедергілердің бірі, оны еңсере білуіңіз керек. Жан сарайыңызға үңіліп, онда не болып жатқанын, не сезінетініңізді, қалай әрекет етіп, не нәрсеге сенетініңізді байқай бастағанда, алдыңыздан мол мүмкіндіктер есігі айқара ашылады. Өміріңізде болған жайттың бәрі өмірлік тәжірибе екенін ескергейсіз. Ойы дұрыс, сөзі түзу жанмын. Егер сөз құдіретін түсіне білсеңіз, аузыңыздан шыққан әр сөзге абай болып, үнемі аффирмация айтар едіңіз. Сіз не айтсаңыз да, нендей нәрсеге сенгіңіз келсе де, ғалам еш қарсылық білдірмейді. Егер өзіңізге көңіліңіз толмаса, өмірдің жақсылығын көре білмесеңіз, қалағаныма қол жеткізе алмаймын деп торықсаңыз, онда ғалам оны айна қатесіз қабылдайды да, өміріңізде дәл сондай жағдайға тап боласыз. Өзіңізді өзгертіп, өміріңізге жақсылық лебін әкелген сәттен-ақ, ғаламның сізге берер жауабы да дәл солай болады. Қасаң көзқарастар санаңыздың қалтарысында қанша уақыт жатса да, қазір олардан арылатыныңызға сеніңіз. Өміріңізде жағымсыз жағдайлардың туындауына себеп болған таптаурын ойдан бас тартуға дайын екеніңізді мәлімдеңіз. Олар сізден алыстап, ғайып болып келмеске кетті. Ескі иланымдарыңыз бұдан былай сізге жуымайды. Сіз еркінсіз. Таңдау еркі өзімізде. Көбіміз, мен кіммін, қалай өмір сүруге тиіспін деген ойға жиі берілеміз.
тиіспін сөзін сөздік қорыңыздан біржола алып тастаңыз. Әйтпесе оның тұтқынына айналасыз. Бұл сөзді қолданған сайын өзіңізді де басқаларды да қателікке ұрындырасыз. Бұл өзіме көңілім толмайды дегенмен бірдей. Олай болса, тиіспін сөзін қолымнан келеді, істей аламын деген тіркеспен алмастырыңыз. Бұл таңдау өз қолыңызда екенін білдіреді. Өмірде іс-әрекетіңіздің бәрін өз қалауыңызбен істейсіз. Іс жүзінде сіз істеуге тиіс ештеңе жоқ, себебі сізде таңдау еркі бар. Ғұмырым, шаттығым. Түпсана өтірікті шындықтан, бұрысты дұрыстан ажырата алмайды. Сондықтан қателік жасағанда «ақымақ басым-ай» деп өзіңізді жазғыра кетуге асықпағаныңыз жөн. Себебі түпсанаңыз оны іліп әкетеді де, біраз уақыттан кейін өзіңізді ақымақ сезіне бастайсыз. Аузыңыздан шыққан әр сөзіңіз өмір шындығына айналады. Сондықтан өзіңізді кемсітіп, қадір-қасиетіңізді түсірмеңіз және өмір туралы жағымсыз сөз айтпаңыз. Мұның соңы жақсылыққа апармайды. Өміріңізде қуанышты жағдай болғанда, ештеңе алар емеспін деп оны жоққа шығарсаңыз, шынымен де одан айырылып қаласыз. Ойыңызды су тамшылары деп елестетіп көріңізші. Егер бір нәрсені қайта-қайта ойлай берсеңіз, титтей тамшы теңізге, ақыр соңында ұшы-қиыры жоқ мұхитқа айналады. Егер ойыңыз жағымсыз болса, сол ойдың тұңғиығына батып кетесіз. Ал жақсы ойласаңыз, өмір мұхитында құлаштап жүзесіз. Сол себепті дәйім жақсы ойда болыңыз. Өзімді сүйемін және қабылдаймын. Өзіндік меніңіз сіздің айнымас серігіңіз. Өз болмысыңызды қабылдап, үйлесімді ғұмыр кешіңіз. Көпшілігіміз артық салмақтан арылып, жаңа жұмыс таппағанша, сүйікті жанды кездестірмейінше өзімізді аялап, сүюді кейінге ысыра береміз. Жаңа жұмысқа орналастыңыз, немесе біреуге ғашық болып, артық салмақтан арылдыңыз делік. Бірақ әлі де бойыңызда өзіңізге деген сүйіспеншіліктің табы да білінбейді. Сонда қалай болғаны? Тағы да қолайлы сәтті күтіп жүре бермексіз бе? Жақсы көру, риясыз сүю уақыт күттірмейді. Өзіңізді бар болмысыңызбен қабылдап, аялаңыз.